Баршаңызға қайырлы күн, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін қамыр осындай қатпарлы, өте дәмді болып шығатын түрік тағамын дайындап көрсететін боламын. Ең бірінші ұнымызға тұзымызды сеуіп, жылы суымызды құйып, қамырын елеп аламыз. Әр апта сайын шығатын менің жаңа видеоларымды жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Қамырымыздың иін жақсылап қандырып аламыз. Елеп болғаннан кейін бірден осылай 6 бөлікке бөліп, қамырларымыздың әрқайсысын осылай домалатып, бетіне салафан жауып 20-25 минутқа тындыруға қалдырамыз. Табамызға кішкене майымызды құйып, фаршымызды салып, жуамызды кішірек 4 бұрышты етіп турап, бетін жауып 10 минут шамасында пісіріп аламыз, бұқтырып. Мен тұз, қара бұрыш, паприка қостым. Қалауларыңызша паприка қоспай қойсаңыздар да болады. Піспеген картопты теркадан осылай өткізіп қосатын боламын. Бұл міндетті емес, қоспай фарштың өзімен ақ істей берсеңіздер де болады. Фаршымыз бен картопымызды бір ыдысқа салып, осылай араластырып аламыз. Одан кейін 100 мг ертілген сары майға сұйық майды 2 ас қасық сұйық май қосып араластырып аламыз. Қамырларымызды кішірек етіп, осылай лепешканың формасында етіп, қатты үлкен етпей, осылай жайып аламыз. Қамырларымызды осылай бір ыдысқа салып, бір-бірінің үстіне қойып, әрқайсының ортасына осылай май жағып, жинап шығамыз. Одан кейін осындай майлықпен жауып 15 минутқа қалдырамыз. 15 минут өткеннен кейін бір-біртіндеп осылай қолдың көмегімен жайып аламыз. Құрғақ болып баратса, кішкене майлап алсаңыздар болады. Қамырымыз осындай жұп-жұқа болғанша жайып аламыз. Одан кейін бір шетін қайырып, салмамызды ұзынша етіп осылай салып шығамыз, видеода көрсетілгендей. Осылай орап аламыз қамырымызды. Астына пергамент бумагасын төсеп, противенге спираль тәріздес етіп орналастырамыз. Екінші бөлігін осылай біткен жерінен бастап жалғастырып, спираль тәріздес етіп жинап аламыз. Бір жұмыртқаның сарысына 2 ас қасық сүт қосып, бетіне жағып шығамыз. 170 градус қызып тұрған пеште 25 минут 30 минут шамасында пісіріп аламыз. Қалауыңызша осылай күнжіт сепсеңіздер де болады. Өте дәмді болып шығады. Бүкіл отбасыларыңыздың көңілінен шығатынына сенімдімін. Міндетті түрде жасап, отбасыңызды қуантыңыз. Жасап жатсаңыздар, видеоның астына комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.